Әрбір Қазақстан Республикасының азаматы білуі тиіс заңдар. Әрбір Қазақстан азаматы өзінің құқықтары мен міндеттерін реттейтін негізгі заңдарды білу керек. Ең алдымен ол Конституциясы. Қазақстан демократиялық, құқықтық және зайырлы мемлекет ретінде айқындайды. Әр азаматтың өмір сүру, сөз бостандығы, жеке меншік құқығын қорғау және заң алдында теңдік құқығын қамтамасыз етеді. Азаматтардың міндеттеріне заңдарды сақтау, салық төлеу және отанды қорғау жатады. Азаматтық кодекс меншік құқығы, шарттық қатынастар, мұрагерлік және азаматтық құқықтық дауларды реттейді. Мысалы, 1 жылдан астам мерзімге жалдау шарты, сондай-ақ шарт тараптарын бірі заңды тұлға болған жағдайда, мерзіміне қарамастан, жазбаша нысанда жасалуы тиіс. 100 аектен жоғары қарыз шарты міндетті түрде жазбаша түрде жасалады. Әкімшілік кодекс құқық бұзушылық мәселелерін реттейді. Мысалы, жылдамдықты 10-нан 20 км/сағат асыру 5 аек көлемінде айыппұлға әкеледі. Ұсақ бұзақылық, қорлау, мазалау үшін 5 аек айыппұл немесе 10 тәулікке дейін қамау қарастырылған. Еңбек кодексі жұмысшылардың құқықтарын қорғайды және ең төменгі жалақы мөлшерді белгілейді. 25 жылы 85 мың теңге. Жұмысшы жылына кемінде 24 күнтізбелік күнге төленетін еңбек демалысын құқылы. Еңбек шарты мен азаматтық құқықтық шарттың айырмашылығы. Еңбек шарты бойынша жұмысшы шартқа енгізіледі, әлеуметтік кепілдіктермен демалыс алады. Ал азаматтық құқық шарт бойынша ол тәуелсіз орындаушы болып саналады және мұндай құқықтарға ие болмайды. Қылмыстық кодекс қылмыстар үшін жазаларды белгілейді. Қылмыстық жауапкершілік 16 жастан, ал ауыр қылмыстар кісі өлтіру, зорлау, терроризм үшін 14 жастан басталады. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заң сатып алушыға сапасыз тауарды 14 күн ішінде қайтаруға мүмкіндік береді. Егер ол пайдаланылмаған және тауарлық түрі сақталған болса, ал тұрмыстық техника мен электроника кепілдік мерзімі кемінде 1 жыл болуы тиіс. Егер тауар ақаулы болса, сатушы 10 күн ішінде ақшаны қайтаруға немесе тауарды ауыстыруға міндетті. Отбасы кодексі неке және отбасылық қатынастарды реттейді. Қазақстанда некеге тұрудың ең төменгі жасы 18 жас, ерекше жағдайларда 16 жас әкімдіктің рұқсатымен. Балаға алименті бір балаға табыстың 25%, екі балаға 33%, 3 және одан көп балаға 50% мөлшерлерде төленеді. Жеке деректер туралы заң ұйымдарды азаматтық жеке деректерін өңдеу үшін оның келісімін алуға міндеттейді. Азамат өзінің деректерін компанияның базасынан жоюды талап ете алады. Егер оларды пайдалану көрсетілген мақсатқа сәйкес келмесе, жеке деректерді заңсыз тарату 1000 аекке дейін айыппұлға әкелуі мүмкін. Осы заңдарды білу азаматтарға өз құқықтарын қорғауға, заңды мәселелерден аулақ болуға және мемлекеттік органдармен жеке компаниялармен тиімді қарым-қатынас жасауға көмектеседі. Алайда кез келген күрделі жағдайда тәжірибелі адвокатпен кеңескен жөн.